Ассаламу алейкум, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай қатпарлы самса жасайтын боламыз. Ендеше бірлікте жасайық. Бірнеше құпиялары бар. Қалай жасалу барысында айтатын боламын. Ең алдымен бөлме температурасындағы суымызға бір шай қасық тұзымызды салып, ұнымыздың үстіне суымызды құйып, өте қатты емес, өте жұмсақ емес, бір қалыпты қылып қамырымызды илеп алатын боламыз. Судың ұнның қаншалықты мөлшерде кететінін астындағы жазба бөліміне қалдырдым. Сол жерден көре аласыздар. Мінекей қамырымызды илеп болғаннан кейін бірнеше мәрте осылай қолымызбен жақсылап илеп аламыз. Одан кейін 5 минуттан кейін қамырымызды қайта бір илеп жүрсеңіздер, жақсы қанатын болады. Қамырымызды екі бөлікке бөліп жайып шығамыз. Бастапқыда қамырымызды жаймастан бұрын осылай қолымызбен басып, ұнымызды сеуіп отырып, қолымызбен біраз басып аламыз. Одан кейін оқтауымызбен жаятын боламыз. Оқтауымызбен жайған кезде өте қатты қолымызбен баспай, жеңіл ала отырып, осылай сағат тілі бойынша айналдырып, қамырымызды өте жұқа емес, өте қалың емес, бір қалыпты қылып жайып шығамыз. Мінекей бірінші қамырымызды жайып алдық, осылай ұн сеуіп, бүктеп қоямыз. Екінші қамырымызды дәл солай жайып алатын боламыз. Одан кейін сармайымызды ертеміз. Сармайымызды ерткенде бір кішкене қайнатып алсаңыздар жеткілікті, су шықса жақсы болады. Одан кейін сол ертіп алған сармайымызды бірінші қамырымыздың үстінен толықтай етіп жағып шығамыз сармайымызды. Сармайымыз әбден қатқан кезде барып екінші қамырымызды үстінен қоятын боламыз. Әбден майымыз сіңіп қатқан кезде барып екінші қамырымызды үстіне төсейтін боламыз. Себебі қамырымыз сонда қатпарлы болып шығады. Бұрын самса істеген кезде осылай майдың қатқанын күтпей, дереу екінші қамырды үстіне қояды екен. Олай қате екен. Осылай майымыз әбден қатқаннан кейін барып екінші қамырды үстіне қойып, одан кейін сармайымызды тағы да жағып, оның қатқанын күтіп, одан кейін барып орайтын боламыз. Сонда қатпарлы болып шығады самсамыз. Айтпақшы болған міне осындай құпиялары бар екен самсамыздың. Одан кейін 15 минут холодильникке қойып қоясыздар. Одан кейін барып алып, қамырымызды алып, самсамызды жасай беретін боламыз. Мінекей осылай қамырымызды, ұнымызды себе отырып, қамырымызды жайып шығамыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін үстіне салмасын салып, самсамызды түйіп алатын боламыз. Осы құраммен 30-40 самсадай шығады. Мінекей самсамызды осылай үшбұрыш етіп түйдік, әртүрлі етіп түйсеңіздер болады. Одан кейін бетіне жұмыртқамыздың сарысын жағып, қара күнжіт немесе ақ күнжітімізді осылай бетіне сеуіп, қызып тұрған 200 градуста қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пешінің градусына қарай қызартып пісіріп алатын боламыз. Мінекей осымен қатпарлы самсаларымыз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.